Досыңыз адал болса, Тидоттың атынан 100 000 теңге берем. Қалай ол? Қазір қызыңыз сіздің досыңызға звондап сезіммен бөлісу керек. Я, солай. Давайте солай тексереміз қазір досыңызды. Көлікте бір. Ответ сізде қызыңыздың подружкасына звондап тексересіз. Давай. Болды, келсеңіз, а? Кімге звондаймыз? Алишке звондайсың ба? Қойшы, басқа біреуге айтшы. Неге? Давайте Алишке звондайық. Алишті көрсін. Алишті. Қойшы, ұйықтап жатқан шығар. Ұйықтап жатыр? Иә. А сіз кімге қай подружкасына Кімге звондаймын? Аконға звондайық онда. Давай, Акон қызына. Болды, кеттік. Алло, Алиш, қалайсың? Жақсы, береке өзің қалайсың? Сенің даусыңды естіп қалып қалдық. Айналайын. Жақсы, не істеп жатсың? Қалада жұмыстармын. Не істеп жатсың? Мен сол жүргем тоже. Алиш, саған бірден айтайын деп едім мен. Бүгін кешке боссың ба? Не болып еді, не үшін? Кешке бос болсаң жолығайық. Досым қасымда ма? Негізі досым қалай жалпы былай? Кішкене онымен ұрысып қалғанбыз, просто сенімен жолыққым келіп тұр. Ятна өмір не болып кетті. Достым біліп қойса сәл ұяттап қалмай ма деген. Алиш негізі өзің былай байқап жүрген шығарсың. Сен маған ұнайтыныңды. Байқап жүрмін негізі онында ше. Менде де былай негізі болды, просто досымнан не olsun да білмей-ақ қойсын деген сияқты. Байқап жүрсем бүгін давай кешке кездесек. Мен онда былай адам көп емес жерде жолығу керек болып тұр ғой бізге. Адамдар көп болса ұяттап қалады, досым болса тоже ұяттап қалады деген сияқты. Былай негізі сен де маған былай ұнап жүрсің негізі ше. Ебать! Айтуға сәл ұялып жүрген ма досым болғаннан кейін как досым қызды деп. Да, неге жасаймын? Ұйымдастырып кездесуді. Или үй жаққа келсеймін мен жаққа сен үй жақта сөйлесейік. Ема, что-то проверкадан өтпей қалды ма, не болды? Айтарға сөзім жоқ. Алиш сонда отыр ғой. Кешке не план сенде сайын деген ма? Еще мен жаққа айтам. Футболға келсей деген сияқты ше. Алиш бүгін гол салайын деп жатыр осында.